Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, қазір өте керемет сіздермен бір техникамен бөліскелі отырмын. Менің бір подписчицам күйеуге шығуға арналған супер техника сұраған екен. Сол супер техниканы сіздермен қазір бөлісетін боламын. Ол үшін бізге полнолуние керек. Полнолуние дегеніміз ай толу керек. Бұны ай толған кезде жасайсыз. Ол үшін бізге полнолуниядан бұрын 3 күн бұрын бізге нан сатып аласыз базардан, немесе магазиннен нан сатып аласыз да, нанды 3 бөлікке бөлесіз. Үлкен қыласыз ба, кішкентай қыласыз ба, оның маңызы жоқ. Мысалы, нан деп есептейік, мен өзім нанды не қылмай, тек нан деп есептейміз. Осындай 3 бөлікке бөлеміз нанды. Бұны полнолуниядан 3 күн бұрын жасаймыз да, осыны шкафқа салып, бұлай қатырып қоямыз. Нанды кептіріп қоюымыз керек біздер. Осылай шкафқа салып, нанды кептіреміз. Сосын полнолуние болады. Ай толады, ай толған күні кешке қарай, күн ұясына батпай ма, содан кейін күн батқан кезде бұны жасайсыз. Нанды қоясыз, нанды қойғаннан кейін сізге тағы 6 свеча керек болады. 6 свеча ол восковая, немесе егер восковая свеча таба алмасаңыз, онда церковный свеча болады, церковный свеча. Мен алды бұрын дайындап қойдым сіздерге көрсету үшін. Сағат тілмен қойып бастайсыз. Нанды осылай қоясыңыз бір-бірінің үстіне. Сағат тілмен по часовой стрелке свечаны қойып бастайсыз. Бірінші мына свечаны, сосын мына свечаны, одан мына свечаны, одан мынау сөйтіп 6 свечаны қойып аласыз да. 6 свечаны қойып аласыз бірінші, сосын 6 свечаны қойғаннан кейін, қазір достар, 6 свечаны қойғаннан кейін, мына свечаны бірінші жағамыз, тоже по часовой стрелке. Міне 7 рет оқисыз, мынаны жағамыз. 7 рет оқисыз, бірақ мынада уже 1 рет оқисыз дұғаны. Мынада 1 рет, мынада 1 рет, мынада 1 рет. Қазір достар, мынада дұғаны 1 рет оқисыз, жанбай жатыр. Мынада да дұғаны 1 рет оқисыз. Тек мына свечада 7 рет, мына свечада 7 рет, қалғандарына 1 рет оқисыз. Оқып болғаннан кейін, бұны свечаны полный жанып болуын қадағалайсыз. Полный жанып болу керек свечалар. Мысалы, барлығы свечалар жанып болды деп есептейік. Свечаны барлығы. Разница жоқ, қай жағынан бастасаңыз да свечаны мысалы жанып болды деп есептейік. Қазір достар, сөндіре алмай жатырмын свечаны. Сонда мына жерде қалдықтар қалады. Соны қалдықтардың барлығын бұлай бүйтіп теріп аласыңыз да, барлығын бір неге осылай, барлығын бір неге жинайсыз. Жинайсыз да бір күннің ішінде, 24 сағаттың ішінде бұны уже тастауыңыз керек. Ненің астына барып тастайсыз. Любой ағаштың астына тастайсыз. Жеміс ағаштың түбіне барасыз да, үстіне песок, сахарный песок қойып тастайсыз. Ал мына қалған нанды, міне 3 нанды. Осы 3 нанды бұлай шкафқа ма, кладовкаға ма, лучше ешкім тиіспейтін жерге алып кептіріп қоясыз. Келесі полнолунияға дейін, яғни келесі ай толғанға дейін осы 3 нанды кептіріп қоясыз. Келесте полнолуния күні, күндіз полнолуния болады ғой енді. Күндіз аласыз да, мына нанды майдалап уақтайсыз. Немен уақтайсыз, қолмен уақтайсыз ба, басқамен уақтайсыз ба, маңызы жоқ. Осыны уақтап бір кесеге салып аласыз. Уақтайсыз да, кесеге салып аласыз. Сосын құстар жүретін жерге, именно жерге, бір ыдысқа немесе шөптің үстіне тастауға болмайды, именно жерге шашып тастайсыз. Жаңағы уақты да, нанның уағын шашып тастайсыз. 1 рет дұғаны оқисыз атыңыз деген жерге. Атыңызды айтасыз. Сосын болды, үйге қарай келесіз үйіңізге. Үйге келгеннен кейін бетіңізді суменен шайып тастауыңыз керек.
болды. Осыдан кейін достар, әдетте 1 ай немесе 40 күннің ішінде эффект болады. Сонда уже сіздерге жаңағы белгілер бастайды, танысу басталады, немесе бұрында көріп жүрген адамыңыз ба, әйтеуір білмеймін, бірақ сіздер көп ұзамай тұрмысқа шығатын боласыз. Сәттілік